Бәріне сәлем достар. Бүгін біздер қарастыратын есебіміз ұбт-да көптеп келетін және де шығарылуы өте оңай үшбұрыш тақырыбынан қарастырылатын есеп. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 3-ке тең, ал үшбұрыштың периметрі 20-ға тең болса, үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Так, есеп шығарып қарастырайық. Бізде іштей сызылған шеңбердің радиусының формуласы дегеніміз 2 еселенген аудан бөлінген периметр. Осы формула пайдаланып шығарайық. Енді бізде мына жерден 2 s тең іштей сызылған шеңбердің радиусы мен периметрін көбейтіңіз деп қарастырып болады. Ал аудан табатын болсақ, іштей сызылған шеңбердің радиусын периметрін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда есебіміз шығатын болады. Тексерейік. Іштей сызылған шеңбердің радиусы 3-ке тең, периметр 20-ға тең, бөлеміз 2-ге. 2 мен 20-ны қысқартсам 10, 3-ті 10-ға көбейткенде 30. Барлығына түсінікті деп ойлаймын.